Сәлем достар, бүгін өте керемет десерт дайындаймыз, яғни шоколадный фондан. Осылай ортасын бөлгенде шоколад төгіліп тұрады. Ол үшін біз жұмыртқамызға қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Оған дейін сливочный майымыз бен шоколадты екеуін бірге ерітіп аламыз. Шоколадты сливочный май екеуін ерігеннен кейін міндетті түрде шамалы суыту керек, өйткені жұмыртқаны пісіріп жіберу мүмкін. Шамалы суыған соң қосамыз, жақсылап араластырып, үстіне ұнымызды аз мөлшерден салып отырамыз. Міне осындай сұйықтық болып шығу керек. Енді формаларымызды шамалы майлап шығамыз. Құйып шыққан кезде толтырмай жарты қылып құямыз. 180 градуста 5-7 минут пісіріп аламыз. Пісіргенде міндетті түрде қарап тұрыңыздар. Егер одан көп пісіп қойса, ортасында осылай шоколад төгіліп тұрмайды. Шоколад та бірге пісіп кетуі мүмкін. Сол үшін 5-7 минуттан артық пісірмейміз.